Оқушылар, олай болса сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Бүгін біз қазақ халқының ежелгі өмір салтының негізін қалаған көшпелі мал шаруашылығы туралы білетін боламыз. Бұл ата-бабамыздың табиғатпен етене өмір сүрген ерекше мәдениеті болды. Ежелгі дәуірде адамдар аңшылықтан мал өсіруге көшті. Қазақстан даласының климаты мен жер бедері мал бағуға өте қолайлы болды. Осылайша көшпелі өмір салты біздің территориямызда жақсы дамыды. Көшпелі халық жыл мезгілдеріне қарай қоныс аударып отырды. Олар жазда жайлауға, қыста қыстауға, күзде күзеуге және көктемде көктеуге көшіп, малға қолайлы жерді таңдап отырды. Бұл табиғатқа бейімделудің ерекше үлгісі еді. Көшпелі өмірдің басты тірегі 4 түрлік мал болды. Біріншісі жылқы. Ол көлік те, серік те болды. Қазақ халқы жылқы ер қанаты деп бекер айтпаған. Екінші түйе. Ол шөлге төзімді, ауыр жүк таситын шөл даланың кемесі еді. Сиыр сүт пен ет көзі болса, қой мен ешкі қазақтың негізгі малы, киім мен тағам көзі болды. Қазақстанның әр аймағында өзіне тән мал түрлері өсірілді. Жетісу мен шығыста жылқы мен ірі қара, ал орталықта қой мен ешкі, оңтүстік пен батыста болса түйе шаруашылығы жақсы дамыды. Көшпелі мал шаруашылығы қазақ халқының мәдениеті мен өмірінің айнасы. Ол тек тұрмыс емес, рухани дәстүр мен ұлт бірлігінің нышаны. Осы мұраны білу, тарихымызды құрметтеу деген сөз. Осылайша көшпелі мал шаруашылығы дами отырып, әлем өркениетіне жылқыны қолға үйрету арқылы ат әбзелдерін дамытты. Екі дөңгелекті арбаны қолдану арқылы кіші мемлекеттер империяларға айналып, сонымен бірге сауданы дамытуға өз үлесін қосты. Өз бастауын ұлы даладан алған көшпелі мәдениет әлемнің әр жеріне тарап, әлемдік өркениетке жаңа дем, жаңа серпін алып келді.